Қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода көптеген тоқымаларға негіз болатын тегіс шеңбер тоқимыз. Бұл видеода мен осындай жіпті қолдандым. Ақпараты көрсетілген. Ілмек біз 2,5 мм, қайшы және ине. Бірінші қатарда амигуруми сақинасына 15 ілмелі баған тоқимыз. Қатар соңында жіптің етегін барынша тартып, тоқыманы бір-бірімен біріктіреміз. Екінші қатар. Барлық алдыңғы қатардағы тоқылған бағандардың үстіне қосарлы бағандар тоқып шығамыз. Қатар соңында 30 баған болуы керек. Қатарды байланыстыру ілмегімен аяқтаймыз. Үшінші қатарда алдымен бір жай баған тоқып, келесі бағанның үстіне қосарлы баған тоқимыз. Осылайша 15 рет қайталаймыз және қатар соңында барлығы 45 баған болуы тиіс. Қатарды әдеттегідей байланыстыру ілмегімен аяқтаймыз. Төртінші қатарда алдымен қосарлы баған тоқып, кейін 2 жай баған тоқимыз. Осылайша 15 рет қайталаймыз. Қатар соңында барлығы 60 баған болуы тиіс. Қатарды байланыстыру ілмегімен аяқтаймыз.
5-ші қатарды 2 жай бағанмен бастаймыз. Енді бір қосарлы баған және 3 жай бағанды 14 рет қайталап тоқып шығуымыз керек. Қатарымызды бір қосарлы бағанмен, бір жай бағанмен аяқтаймыз. Барлығы қатар соңында 75 баған болуы тиіс. Алтыншы қатарда 4 жай баған және бір қосарлы бағанды 15 рет қайталаймыз. Қатар соңында барлығы 90 баған болуы керек. Жетінші қатарда бір қосарлы баған, кейін 5 жай бағанды 15 рет қайталаймыз. Қатар соңында 105 баған болуы тиіс. Келесі қатарда сіздерге тегіс шеңбердің тоқылу принципін көрсет. Байқасаңыздар, қосарлы бағандар әр қатарда бір бағанға жылжып отырады. Осы принципті ұстана отырып, өзіңізге қажетті диаметрдегі тегіс шеңберді тоқсаңыздар болады. Менің шеңберіме осы диаметр жеткілікті, сондықтан мен тоқуды тоқтатамын. Байланысу ілмегін босатып, жіптің етегін қайшымен қиып аламын. Кейін инемен видеода көрсетілгендей етіп, тоқуды байланыстырамын. Ең соңында жіптің етегін иненің көмегімен жасырамын. Дайын болған шеңберді үтіктің көмегімен бумен өңдеп алсаңыздар, шеңберіміз теп-тегіс болып шығады. Егер видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Кездескенше!